Баршаға қайырлы күн. Бүгін сіздермен Сара. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын қантты қатыратын боламыз. Жеген кезде ауызда еритін, жұп-жұмсақ болып шығатын қант қатыру болады. Ал ендеше бірге жасайық. Сіздер оған дейін подписать батырмасын басып, қоңыраушаны қосып қоюды ұмытпаңыздар. Алда менде көптеген рецепттер болады. Пікір жазып, өз қолдауларыңызды лайк басу арқылы білдіріп отырсаңыздар болады. Ал ендеше бірге жасайық. Көріп тұрғандарыңыздай қолмен оңай бөлінетін керемет қант болып шығады. Алдымен бізге 3 кесе қантымыз керек болады. Сіздерде таразы болмаса, осындай кез келген ыдыспен 3 кесе қантты, оның үстіне дәл сол ыдыспен 1 кесе сүт құятын боламыз. Міндетті түрде қантымыздың шеті осылай қызарған кезде сүтіңізді құйыңыздар. Құйған кезде осылай қатты болып тұрады, оған мән бермеңіздер. Қайнау барысында өзі еріп кететін болады. Міне осы жерде толықтай түсінікті болсын деп мен сіздерге көрсетіп тұрмын. Қантымыз жартылай еріді. Міне қайнау барысында мүлде жоқ болып іртіктері қалмайды. Осылай қайнап тұрған кезінде сары майымызды салатын боламыз. Сары май бізге қантымыздың түсін әдемі ету үшін және де жұмсақ болу үшін сары май саламыз. Баяу отта міндетті түрде осылай тоқтатпай қозғап тұрыңыздар, себебі қантымыз астына жабысып қалады. Сіздерге түсінік көрсетіп тұрмын. Міне осылай қантымыз іртік болып қазанның бетіне жабыса бастаған кезде дайын болады. Ендігі кезекте қантымызды құятын ыдысымызды осылай сары маймен, сұйық май жарамайды, кәдімгі жейтін сары майымызбен құятын кез келген ыдысымызды осылай майлап алатын боламыз. Майлап болғаннан соң ыстық болып тұрған қантымызды ыдысымызға құйып жайғастырып аламыз. Енді осы қантымызды толықтай бөлме температурасында суытып алатын боламыз. Міне менде шамамен 1-2 сағаттың ішінде толықтай суып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай қолмен оңай бөлінеді және де жұп-жұмсақ болады. Шаймен ішкенге өте ыңғайлы. Міне достар, біздің қантымыз дайын. Осылай дастархандарыңызға ұсына берсеңіздер болады. Ендеше қазақша каналымның дамуына өз үлесіңізді қосып, подписать батырмасын басып, қоңыраушаны қосып, лайк және комментария жазыңыздар.